20 ғасырдың басында еуропалық газет беттері мен билбордтар егіз актрисалар Дейзи мен Виолетта Хилтонның өнер көрсететін кештерінің жарнамаларына толы болды. Бұл әдемі және әрине дарынды қыздар Сиам егіздері еді және бүкіл өмірін бірге өткізді. Олардың қайғылы және мүлде басқаларға ұқсамайтын оқиғаларында махаббат, сатқындық, гламур мен интрига әлемі секілді тақырыптардың бәрі бар деуге болады. Сәлем достар, эфирде сол кездер. Менің есімім Нұрхат. Арнамызға жазылып лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Дейзи мен Виолетта Хилтон 1908 жылы Англияның Брайтон қаласында дүниеге келген. Олардың анасы Кейт Скиннер тұрмыс құрмаған және сыраханада даяшы болып жұмыс істеген. Қыздар дүниеге келгенде олардың бөкселері мен жамбастары қосылған Сиам егіздері екені белгілі болғанда бәрі таң қалды. Босану кезінде жас ананың жанында болған сырахананың иесі Мэри Хилтон ғана бұл балаларға қызықты. Ол бұл қыздардың инвестиция үшін қаншалықты қолайлы екенін бірден түсінді және жалғыз бала өсіруге құлшынысы жоқ анасынан оғаш сәбилерді сатып алды. Қамқоршы балаларға өз фамилиясын берді. Қыздар 3 жасында көпшіліктің алдында өнер көрсете бастады. Оларға би мен музыка үйретілді. Апалы сіңлілер өздерінің өнерлерін карнавалдар мен жәрмеңкелер сахнасында шыңдады. Онда олар өнер көрсетуге мәжбүр болды. Замандастары қыздарды тәрбиелеген ерлі-зайыпты Хилтон оларға тым қатал болып, кез келген тәртіп бұзушылық үшін олар қатаң жазаға тартылғанын айтты. Сассекс медициналық және хирургиялық қоғамының мүшелері біріктірілген егіздерді ажырату мүмкіндігін қарастырғаны белгілі. Бірақ қыздардың қан айналым жүйесі ортақ болғандықтан, олардың біреуі операция кезінде міндетті түрде өлетіні белгілі болды. Уақыт өтті. Егіздер өсіп, әдемі ән айтып, би билейтін сұлу қыздарға айналды. Адамдар олардың шоуларына ықыласпен келгені сонша, олардың қамқоршылары олардан қомақты ақша тапты. Сондай-ақ кіру билетінде қыздардың көйлектерін көтеріп, олардың қалай байланыстырылғанын көру мүмкіндігі бар. Дейзи мен Виолетта естеліктерінде былай деп жазды. Біздің ең сорақы естеліктеріміз сыраның және түтіннің кең таралған иісі және біздің қай жерде бекітілгенімізді көру үшін нәресте киімімізді үнемі көтеріп тұратын қолдар. Олардың қамқоршыларының өмірінде қыздар мырза деп атауға мәжбүр болған бірнеше ер адамдар болды. Мэридің әр махаббаттасы апалы сіңлілерді ұзақ жылдар бойы физикалық және эмоционалдық түрде қорлады. Ал Мэри Хилтонның өзі олардың өмірдегі жалғыз мақсаты оған ақша табу екенін еске салудан жалыққан емес. Егер олар бағынбауға батыл барса, Хилтон оларды жазалап отырды. Қыздар 3 жасқа толғанда, Хилтон оларды гастрольдерге апара бастады. Германия, Австралия. Бірақ 1905 жылы ақшта оларды медициналық тұрғыдан жарамсыз деген түсініксіз сылтаумен кіргізбеді. Бірақ Хилтон журналистерді шақырды. Ақырында апалы сіңлілерге Америкаға кіруге рұқсат берілді. Олардың қамқоршысы қайтыс болған кезде егіздерді оның қызы Мэри Эдит пен оның күйеуі Майерс пайдаланды. Қыздар жаңа отбасын қожайын деп атады. Олар егіздер қашып кетпесін деп, тіпті олармен бір бөлмеде ұйықтап, 1 минут болсын көзден таса қылмады. Майерстер сәбилерді біреу ұрлап, ақша табу мүмкіндігін тартып алады деп қатты қорыққан. Майерстер қыздарға арнап шоу ойлап тапты. Олар саксофон мен скрипкада ойнауды үйрене бастады. Олар бірнеше сағат дайындалатын. Майерстер егер олар жеткілікті түрде ыждахатты болмаса, арнайы мекемеге беріп жібереміз деп қорқытты. 20-шы жылдары жасөспірім қыздар сахнада өнер көрсете бастады. Олар тамашалауға жиналған көрермендердің көптігі сонша, олар аптасына $5000 оңай тауып, сахнада Чарли Чаплиннің өзін кездестірді. Дегенмен олар әрине ақша көрмеді. Бәрі өздерінің қамқоршыларына кетті. Оларға жеке тұлға ретінде қарап, жағдайды түсініп шешуге кеңес берген бірінші адам атақты иллюзионист Гарри Худини болды. Содан кейін қыздар бірінші рет газеттерді ашып, өздерінің атақты адамдар екенін білгенде таң қалды. Олар адвокат Мартин Арнольдты жалдады. Ол 21 жастағы қыздардың Майерстерден босауына көмектесті. 1931 жылы олар $100,000 көлемінде өтемақы алды. Бостандыққа шыққан Дейзи мен Виолетта өздерінің шоуын ашты және олардың өмірі айтарлықтай өзгерді. Дейзи блондин болып, қыздар өздерін әртүрлі адамдар сияқты сезіну үшін басқаша киіне бастады.
Апалы-сіңлілердің бірнеше махаббат оқиғалары да болған. Виолет тіпті Морис Ламбертпен атастырылып, бірақ жастар неке куәлігін ала алмады. Дейзи актер Гарольд Эстерге үйленді, бірақ бірнеше күннен кейін олардың некелері жойылды. Жұрттың айтуынша, қыздардың бірі дүниеге бала келіп, басқа отбасыға асырауға берген. Апалы-сіңлілер махаббат істерінде бір-бірін мазаламайтындарын алға тартты. Болжам бойынша, қыздар дос болған Худини оларға қажет кезде бір-бірінен құтыла алатын психикалық жеке кеңістік табуды үйреткен. Әпкелердің бірі сүйіктісін әкелгенде, екіншісі үнемі қасында болуға мәжбүр болды. Алайда бұл жағдай қыздарды мүлдем мазаламайтын. Ондай кезде мен артыма бұрылып, кітап оқимын, немесе алма жеймін, дейтін Виолет. 1932 жылы олар Фрикс фильмінде бой көрсетті. Ал Дейзи мен Виолеттің қатысуымен 1951 жылы өмір үшін шынжырланған фильм жарық көрді. Ол Хилтон апалы-сіңлілерінің шынайы өмір тарихын көрсетті. Уақыт өте келе өздерінен ештеңені аяғысы келмейтін қыздардың жинаған ақшасы таусылды. Ол кезде олардың шоуы да сәннен шығып кеткен еді. Бірақ ойын-сауық индустриясынан бөлек, қыздар өздерін қайда қолдану керектігін білмегендіктен, олар әлі де осы салада өздерін сатуға тырысты. Нәтижесінде олар бурлеск шоуына түсіп, гастрольдерге шықты. 1941 жылы егіздердің пиар менеджері Терри Тернер Виолеттің биші Джеймс Мурға үйлену тойын жариялады. Расында бұл той көзбояушылық болып шықты. Джим гомосексуалист екен, ал жалған неке 2 аптаға ғана созылды. 1955 жылы олардың сахналық мансабы аяқталғаны белгілі болған кезде, апалы-сіңлілер наубайхана ашып, онда хот-догтар дайындап жақсы ақша тапты. Әрине, бұл бәсекелестер оларды бизнесін ұрлады деп айыптағанша ғана созылды. Осыдан кейін әпкелі-сіңлілер қандай да бір жолмен күн көру үшін Шарлотта деген шағын қалада чип сатушы болып жұмысқа орналасып, өмір бойы қарапайым өмір сүрді. Еске сала кетейік, егіздер әрқашан керемет көрінетін. Оларда мінсіз шаштар, макияж және маникюр болды. 1969 жылдың қаңтарында егіздер жұмысқа келмей, телефон қоңырауларына жауап бермеген соң, олардың үйіне полиция қызметкерлері келеді. Олар әйелдерді өлі күйінде тапты. Дәрігерлер өлім себебін сол кезде өршіп тұрған Гонконг тұмауы деп атады. Және алдымен Дейзи өлгенін, ал Виолетта тағы 2-3 күн өмір сүргенін анықтады. Олардың құрметіне Бродвейде апалы-сіңлі Хилтондардың өмірі туралы сит-шоу мюзиклі қойылды. Ол Тони сыйлығының 4 номинациясын алды. Ал олардың туған жері Брайтонда 708 автобус олардың құрметіне аталады. Сіздермен болған сол кездер арнамызға жазылып, лайк басып өтуді ұмытпаңыздар.